онколог қанттың қатерлі ісікке қалай әсер ететінін айтты. Көпшілік қанттың қатерлі ісік ауруын қоректендіретінін айтады. Сондықтан сау адамға да, науқас адамға да қатерлі ісіктің дамуын болдырмау үшін тәттілер жемеу керек. Қант рак клеткаларына күшті әсер етеді. Онкологтың айтуы бойынша, қатерлі ісіктің дамуы мен өсуін тудыруы мүмкін. Диагноз қойылған қатерлі ісіктің әрі қарай дамуын күшейтеді. Ал тәттілерден толығымен бас тартсаңыз, онда ісіктің пайда болу қаупі азаяды және тіпті рак клеткаларының сау клеткаларға айналуы мүмкін. Бұл теория қаншалықты дұрыс? Онколог-химиотерапевт Надежда Бридж бұның анық-қанығын айтты. Дәлелдер анық емес. Қант ісік жасушаларының өсуіне қалай әсер ететінін көптеген зерттеулердің авторлары анықтауға тырысты. Ал бұл сұрақ әлі де ғалымдарды алаңдатып отыр. Дегенмен, бүгінге дейін қантты тұтыну мен онкологиялық аурулардың даму арасындағы нақты байланыс орнатылмаған. Алынған нәтижелердің тым қарама-қайшы. Кейбір ғалымдар бұл байланыс бар деп мәлімдейді. Басқалары оны жоқ дейді. Қатерлі ісік клеткасы сау клеткаларға айналмайды. Қант жемей қойсаңыз да, қатерлі ісік жасушалары сау жасушаларға қайта айнала қоймайды. Қант жемесе не болады? Мамандардың айтуы бойынша, тәттілерден бас тарту диагноз қойылған ісіктің дамуына әсер ете алмайды. Яғни қатерлі диагнозы бар науқастың өзінде дәрігерлер шынымен қаласа шоколад пен тәттілерді жеуге тыйым салмайды. Норма барлығына бірдей. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сәйкес, адам күніне 25 граммнан көп емес қант жеуі керек. Бұл шамамен 5-6 шай қасық қант. Және мұндай норма барлығына ұсынылады. Адамда қатерлі ісік диагнозы бар жоғына қарамастан, денсаулықтарыңыз мықты болсын.